Кириченко Дмитрий Иванович 1927 жылдың 14 мамырында Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы Воскресенка ауылында дүниеге келген. Майданға аттанбай тұрып, ардагер Степной ауылында түрлі қызметтер атқарған. 1951 жылы еліне оралған ол Мария Леонтьевнамен отбасын құрады. Бүгінде Дмитрий мен Мария Кириченко бір шаңырақ астында өткен күндерден сыр шертіп, қиын шақтарды еске алады. Ардагердің айтуынша, жеңіс күнін ол Чехословакияның Брно қаласында қарсы алды. Кейін екінші украиналық майдан басталып, кейіпкеріміз сол құрамнан Байкалдағы Қытай-Моңғол шекарасына жөнелтілді. Сол уақытта Жапонияның Квантундық әскеріне қарсы шабуылдар ұйымдастырылып жатты. Ардагер үшін Ұлы Отан соғысы Сары теңіздің жағасында аяқталды. 1951 жылы отанына қайтқасын, ардагер ауылда түрлі қызметтер атқарады. 1957 жылы жұбайымен бірге Степногорск қаласына көшеді. Зейнеткерлікке шыққанша нөмірі 2 Тау-химиялық комбинатта радио басқару автобазасында автослесарь болып жұмыс істеді. Мария Леонтьевна соғыс басталғанда небәрі 12 жаста еді. Ол Степногорск қаласының ардагерлер кеңесінде 22 жыл табанды еңбек етті. Ардагерлер шын ниеттен өскелең ұрпаққа бар жақсылықты тілейді. Ең бастысы әрине соғыстың болмауын. Мен жастарға бақыт тілеймін. Бұл біріншіден. Екіншіден, өздеріне, ата-аналарына денсаулық тілеймін. Қалғаны еңбектің күшімен келеді. Вашим поколением. Жас ұрпаққа тыныш өмір, денсаулық тілеймін. Ең бастысы бірлік, береке, ынтымақ. Ешқашан соғыс болмасын. Дмитрий Иванович екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен Германияны жеңгені үшін, Жапонияны жеңгені үшін медальдармен марапатталды. Сонымен қатар ерен еңбегі үшін, тыл және тыңайған жерлерді игергені үшін еңбек ардагері медальдарын иеленген. Ардагерлердің балалары әскери адамдар. Бүгінде қариялар 6 немере сүйіп отыр.